Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гулиза бір жасағаннан әдемі болып шығатын сметанник пирог рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май, жұмыртқа, қопсытқыш керек. Ұнымды алдын ала електен өткізіп алып, үстіне қопсытқыш салып, қантымызды, майымызды салып, араластырып аламыз. Жұмыртқамызды салып, араластырып илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке орап, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Формамызды алдын ала осылай дайындап аламыз. Жаңа қамырымызды алып, екіге бөліп, астыңғы жақтарын жақсылап осылай салып аламыз. Жаңа екінші қамырымызға шеттерін осылай жасап аламыз. Осылай стаканның көмегімен тегістеп алсаңыздар болады. Салмасын дайындаймыз. 500 грамм қаймағымызға қантымызды салып, 4 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай жайлап 10-15 минут араластырып аламыз. Қамырымызға салмасын салып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған печкада 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды толықтай суытып болып кесеміз. 2 сағатта толықтай суиды. Арасын қазір кесіп көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды.